Достар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін бізде бауырлардың екінші сериясына да келдік. Бірінші басталмастан бұрын лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Біз не істейміз, бауырларым? Неге маған бауырым деп айтып жатсың? Мен сені вообще айтып едім ғой, ағаң емеспін деп. Короче, сен менің ағам емессің, болды. Кешіріңдер. Той не болды енді шыншама? Бәрібір емес па? Ағам болмай ма, бәрібір емес па? Маған бәрібір емес. Бос құтырайын деген-ау деймін. Потому что көп көңіл бөлмей кеттік. Енді ағау, сен ағаң емеспін деді ғой, енді ол ағаң емессің ғой. Болды, тыныш жүре беш. Жарайды. Айға отырып көрейін. Мәні кайфекен ғой. Отырма, ағай. Мен сенің ағаң емеспін. Бәрібір маған болды ма? Отырма дедім ба, отырма. Немене бөлі? Бірақ менікі дұрыс болмады. Телефонымда ескіріп кетті. Сол ағамыз ғой бәрін жасап, қызметтеп жүрген. Менікі дұрыс болмады. Жарайды, мен тамақ істеп қояйыншы үшеумізге. Сосын кешірім сұраймын. Өйткені мен дұрыс жасамадым. Дұрыс жасаған кезде ондай болмас еді. Енді қызғаншақ болмайын да қатты. Ой, орындықты бәрімізге сатып алды негізі. Жарайды. Тамаққа. Жүр кеттік тамаққа барып кетейік. Иә, жүріңіз ағатайым. Той, блин. Айтпашым ағатайым деп ұялып кетсем ше. Жарайды. Молодец, тамақтан деп қойыпсың ағаң емеспін деп. Жарайды, отырыңыздар, бір нәрсе айтуым керек. Жарайды, отырдық. Аға, мені кешіріңізші. Менікі дұрыс болмадым. Я, сенікі де дұрыс болмады. Мен де сені аяп жүрдім. Я, оны біздікі дұрыс болмады. Әпке, кешіріңізші. Ол орындықты мен ұмыт кетіппін ғой. Маған ғана емес, барлығымызды сатып әперіп. Я, енді бәрімізден кешірім сұрайық. Аға, мені вообще кешіріңізші. Мен артық кетіп қалыппын, есіремін деп. Жарайды, сені де кешіремін. Ура, екеуміз тамақтарымыздың дәмденіп алайық. Тамағын өте дәмді болды. Иә. Жеп алайық. Ням-ням. Ой, прям. Дәмдісін-ай. Тәте, агушама. Я, саған агуша. Дәмдісін-ай. Нан жейсіңдер ма? Иә. Міне, сағаннан мінім. Со. Аға, менің ақпақшышы телефоным ескіріп кеттім. Еще лампа жоқ, штатив жоқ. Қалай оны саған әперемін. Жарайды, рахмет аға, сен әлемдегі ең керемет ағасың. Жарайды, енді көп болмай барып жатайық. Түн болыпты ғой. Түн кешіп батқансың. Қой, түн болыпты ғой, жатайық. Түн болыпты деп отқанда түн батып кетіп болды. Шынымен. Иә, сіздің приколдарыңыз өздерше. Мен сотка көріп жата тұрам. Жоқ, бірден ұйықташы өтінем. Жарайды ағам. Мен төбеде жатам. Сен астыда, мен үстіде. Таң атқан соң. Мен бүгін өзімнің сіңліме сыйлық жасайын. Ол енді менен кешірім сұрады. Енді мен оған да сыйлық жасайын. Мен барып әпкелен сыйлықты даладан. Бір көшеден көріп қалғам. Соны әпкелейін. Аламын деп шаршап қалдым ғой. Қуанып қалдым болды. Еще iPhone Pro Max 16 алғансың ғой. Ақшам жетті, енді лампысын да әпердім. TikTok түсірсін, блогер болсын, YouTube'ын түсірсін. То ұят болады. Сіңілім. Ау аға.
саған күшті сыйлығым бар. Қандай сыйлық? Мынау қолыңыздағы ма? Иә, жаным сау. Рахмет, тәте аға. Вау, какая күшті ғой. Прям керемет қой. Иә, мә ала ғой. Қандай керемет. Беріңізші, тикток түсіретін болдым ғой, ютуб. Иә, ала ғой мажан. Не болыватыр? Ой, әпке сіз ба? Иә, маған осындай сыйлық жаса. Вау, қандай керемет. Жарайды, мен де. Кел екеуміз, мен хотя бы ойнаймын, сосын аға мен ойнаймыз. Жарайды, кеттік ойнаймыз. Солайша олар бақытты болады. Сосын аға қыдырамыз, давай қыдырайық сен. Осы штативпен короче, осыны алып кетіп видео түсірсе. Иә, түсірем ғой. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін мен новый айфонмен короче, лампа алдым. Бүгін бізде мен хотя бы ойным. Иә, мен кішкентаймын. Қазір ағаммен ойнаймын екіншісіне. Кім бірінші бастайды? Мен бастаймын. Мен тәте сен сияқты шашымды күніге былай өріп жүрмеймін. Жарай, нормально. Мен хотя бы сен сияқты только үйде футболкамен жүрмеймін. Әдемі болып жүремін. Нормально. Мен хотя бы сіз сияқты қыдыруға ойыншықтар алып кетпеймін. Мен хотя бы сен сияқты планшетке қызықпаймын. Мен хотя бы боянбаймын. Күлкілі болды. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Пока-пока. Енді аға келіңіз, бен түсіріңіз. Жарайды. Сәлем достар, бүгін бізде мен хотя бы ойнам. Тағы да ағамен. Аға, айтыңыз бірінші бастаңыз. Сіз үлкенсіз дегендей ғой. Иә, бастайын. Менің хотя бы шашым қысқа. Енді сіз ұлсыз ғой. Мен бұл ойынның шартын кішкене түсінбеймін. Сондықтан ойнамай қояйықшы. Жарайды. Аға, мен боянам, киінуге дайын, шығуға дайындала. Аха, сен өзіңнің штативіңді соларды алып аласың ғой. Аха, бәрі беріңіз. Жүр екеуміз, пока что сен әдем, осылай жүре берейікші. Екеуміз де әдемі көйлегімізді киіп алайық. Мен осыны кием. Ал сен мынаны киіп ал. Мен мынанымды киінші, әппақ өзі ұнайды маған. Аға, күшті тұрсыз. Иә, рахмет. Тез боянасың ғой. Аха, мен пока что бара тұрмын. Тез боянып шығайын енді. Бәрін жаға салайыншы қолыма түскеннің. Все, болды, мен бояным. Аға, ұмыт кетпейім. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін бізде влог. Бірінші басталмастан бұрын лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Міне біздің влогымыз, короче. Лайк басып кетіңіздер. Короче, влогымыз күшті болады. Бірінші, лайк басып кетіңіздер деп мың рет айттым ғой, енді лайк басып кетіңіздер, а то ұят болады. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңды басып, аямай лайк. Бұл менің алғашқы видео. Мен боянып алдым. Енді бізде бүгін влог. Яғни влог. Бұл влог қызықты болады. Достарын аяққа тіре алмай қойдым ғой. Қазір күтіңдерші. Наконец-то достар тіредім. Аға, мен міне тіреп алдым. Бұл менің ағаларым. Иә, біз оның ағасымыз, әпкесі. Мен әпке, оның сіңілісімін. Иә, кеттік, ағам. Сен киіміңді ауыстырып алмайсың ба? Иә, ауыстырып алайын достар. Мен қазір осы киімді кигім келіп тұр, өйткені бұл өте әдемі киімі менің. Өте сыпайы. Әдемі тұрады ито. Достар, анаяқтан достар, естілі ренжімеңіздер.
кеттім. Істі расымен біздің видеомыз аяқталды. Всем пока-пока.